Балалар, мен қазір сендерге ертегі оқып беремін. Оқылатын ертегінің тақырыбы үндемес ит. Ерте заманда жануарлар түйе, сиыр, қой, жылқы, ит бәрі жиналыпты. Түйе тұрып, менің адам баласына пайдам шаш етектен. Көшсе көлікпін, сүтімнен шұбат ішеді, жүнімнен неше түрлі киім киеді деп мақтаныпты. Бұдан соң қой, сиыр, жылқылар да өз қасиеттерін айтып асып тасады. Олар осылай шалқып отырғанда ит үн-түнсіз қалғып мүлгіп жата береді. Сонда түйе: "Ей салпаң құлақ, неғып аузыңа құм құйылып қалды? Ауыз толтырып айтатын ештемең жоқ-ау сірә" дейді. Сол кезде бұл әңгімені қожайындары да тыңдап тұр екен. Ит болмағанда, ол сендерді күзетпегенде, қасқыр бәріңнің де түбіңе жетер еді, депті ол. Бұл жөн сөзге жануарлар сөз қайтара алмай қалыпты. Осымен балалар, бүгінгі оқылған ертегіміз аяқталды. Тыңдағандарыңа көп рахмет балалар.